Assalamu alaykum. Dal hozir men tog'da o'tirmiz. O'ta kerak auva rayi, salqin jel bo'lib turib, suvjib chiq ekan. Ayog'imizni batirib o'tirmiz. Dal o'shunday endi tinchlikka kelgan kezimda bir hadin taqiqlar ketib ketadi o'yingacha. O taqiqlarning biri kichkinagina qo'zg'ab yuradigan ayollar jayida. Buna kecha bir ayol direkt axtarib o'tirsam, kecha bir ayollarning 30% ayollar mendan ақша so'ragan ekan. Жағдайларын айтып, ешқайсысын бүкпей, секреттерін айтып, түсіндіріп, Алланың қалауымен менен ақша сұрап отыр екен. Бұл жерде бұл видеоны түсіретін менің ниетім, мақсатым маған сеніп, мен ақша сұрап отыр халық. И сол кезде мен ойладым да, менде ақша болғандай деп, Аллах тағала мен қанша сұраса, қай әйел болсын, қанша сұраса мен сонша беретін едім депші. Өйткені қиналғаннан, амалдың жоғынан бере тұру үшін қайтарып берем деп сұрап жатыр да. Сол кезде мен ойлағаным, менде болмады да ақшасы бере салатын, көмектесе алатын, ақшалай көмектесе алатындай мен жағдайда емеспін қазір шынымды айтқанда. Бірақ сол истиғфар, салауат, уағыз насихатпен Алланың қалауымен жүрміз деп альхамдулилля. Себепкер ортада. Қазір қолымнан келетін сол себепкердің ортада болды. Одан кейін көп әйелдер іштегі сын айтады. Осындай болды, не істейін деп. Бірақ қандай жағдай болса да, әйелдер сіздерге айтатыным, қандай қиын жағдай болса да, өз-өздеріңізді тастамаңыздар. Өз-өздеріңізге қол жұмсау деген мүлдем ойланудың болмаса. Қол жұмсайын деп жүрмін, ойланып жүрмін, шаршап кеттім өмірден. Барлығын істеп жүрмін, намазда оқып жүрмін, тахажжудта оқып жүрмін, дұға намазында оқып жүрмін. Бірақ та мен өмірімде ешқандай өзгеріс болып жатқан жоқ деген сұрақ қойып жүрген әйелдерге айтатыным. Егер де сіздің өміріңізде сондай барлық құлшылық жақтарын барлығын бүкпей орындап жатсыз, күшті орындап жатсыз. Бірақ өміріңізде наоборот кетіп бара жатыр ма? Өміріңізде проблемалардың бәрі одан да ары қарай кетіп бара жатыр ма? Тупикке кіріп бара жатыр ма? Демек, Аллах тағала сізді сол нәрсемен сынап жатыр деген сөз. Түсінесіз ба? Үнемі мен әйелдерге түсіндіретін нәрсе. Сізді сүйетін нәрселер сынап жатыр деген сөз. Сосын екінші жағы да бар. Адамның өзінің проблемалары өзіне келген кезінде әйел адам бір жүрегін сұрақ қою керек. Не үшін менде ондай проблема болып жатыр? Не үшін? Мүмкін мен Аллахпен байланысым дұрыс емес шығар. Мүмкін мен бір жерде қате кеткен шығармын деген сияқты сұрақты біз өзімізге жиі қоюымыз керек. Өзіміздің миымызбен өзіміз жұмыс жасауымыз керек. Бұл өмірде сосын қиналып, жылап отырған әйелдер, қыз-келіншектердің барлығына бір ауыз сөз айтайыншы. Бұл өмірде идеальный өмір жоқ. Идеальный еркек жоқ, идеальный әйел жоқ бұл өмірде. Сондықтан идеальный өмір де жоқ. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ғана идеальный болған. Бұл да басқа идеальный адам жоқ бұл өмірде. Сондықтан сол нәрсені де сіздер түсініңіздер. Қанша жерден қиналып, шаршап жатсаңыздар, өздеріңіз солай жұбатыңыздар. Идеальный өмір емес. Бұл өмірдің бәрі жалған. Сен жылайсың, күлесің, қайғы, қуаныш пен қайғы бірге жүреді. Бірақ та білесіздер ме, қай кезде сіздер бақытты сезінесіздер өз-өздеріңізді. Сіздер құран жаттаған кезде, құлшылығыңыз көбейген кезде, тахажжуд намазды күніге түнде тұрып оқыған кезде, бір жарым сағат, 2 сағаттап тахажжуд намазыңызды оқып жіберіп, артынан құран оқып жіберсеңізде, міне сол бақыт. Альхамдулилля деп зікір айтып, субханалла деп истиғфар салауатыңызды айтып, әрбір минутыңызды, әрбір секундыңызды Аллаға арнап, Аллах, я тобой живу деп жүруіңіз керек. Білесіз ба? Сіз өзіңізбен өзіңіз өмірге бүйтіп пайда болған жоқсыз негізінде. Аллах тағала бізді жаратты, біз өмір сүріп жатырмыз осы жерде. Барлығы Алланың қалауымен екенін ұмытпаңыздар. Енді осы сөзбен, бір сөзбен түйіндей кететін қыздар өз-өздерін тастамаңыздар. Ешқашан қандай проблема болса да, әйел адам, біз әлсіз болып жылаймыз.
айтып аламыз ішіндегінің бәрін. Ничего, айта беріңіздер, жылай беріңіздер. Бірақ өз-өзіңізге қол жұмсайын, шаршап кеттім, өлтірем демеңіздер. Сосын тағы бір теманы қозғап кететін, егер күйеуіңіз басқа әйелге кетіп қалған болса, сіз күйеуіңізге деген уақытыңызды, махаббатыңызды, ойыңызды, сағынышыңыздың барлығын тікелей 180 градус Аллаға ауыстырасыз. Болды. Вот сол кезде сіз өміріңізде қандай өзгеріске ұшырағаныңызды көресіз. Себебі сіз осыған дейін күйеуім деп жүрдіңіз. Ана бір не бар ғой? Бір әңгіме бар ғой, болған оқиға. Бір әйел адам намаз оқиды, бірақтан 5 уақыт намаз оқиды, құлшылығын істейді, орамалын тағады, бірақ күйеуі бұған қарамайды да. Ұрысып қала береді, тамағын дәмсіз деп айта береді. Содан кейін бұл әйел жаңа бір имамға барып айтады, ол неге осындай деген кезде, намазда сен Аллахты ойла. Аллах сені көріп тұрғандай қылып ойла, немесе Аллахты сен ойла дейді. Сол кезінде бір 3-4 күннен кейін, бір аптадан кейін келеді ғой жаңа әйел. Менің күйеуім маған тамағым дәмді болды деп айтты дейді. Бұдан біз не аламыз? Біз құлшылығымызды жасап жүріп, күйеуімізге деген махаббатымыздың барлығын, Аллаға деген махаббаттың барлығын күйеуімізге беріп тастағанымызда, одан кейін сіз намаздың қадірін да түсінбейсіз, ләззатын да түсінбейсіз, құлшылықтың ләззатын да түсінбейсіз. Өйткені жүрегіңізде сіздің күйеуіңіз бар да. Жақсы көрме демеймін. Күйеуге деген махаббат бөлек, Аллаға деген махаббат бөлек. Бірақ мына жүрек тек Аллаға арналу. Түсінесіз ба? Тек Аллаға арналу керек болды. Сол кезде ғана сіз бүкіл уақытыңызды, нарыңызды Аллах мен сені жақсы көремін. Аллах тағала мен тахажжудтан намаз оқып, истиғфар салат оқып жүрмін. Маған беріп жатқан сынақтың барлығына мен сабыр қылып жатырмын десеңіз, Аллах тағала бәрін көруші, білуші. Қараңыздар, шын таза табиғатта келіп тұрыңыздар, қандай әңгімелер шығып жатыр. Бұның барлығы мен жазып, диктор емеспін. Аллах тағала қандай ой береді маған, мен соны айтамын сіздерге. Әйелдер, ешқашан өз-өздеріңізді тастамаңыздар. Ешқашан өз-өздеріңізге қол жұмсамаңыздар, ойда да болмасын. Өз-өзіне қол жұмсаған әйел мәңгі бақыт тозақта болады. Сондықтан қандай сынақ келе ма, тік тұрыңыздар. Бүкіл уақытымызды, нарымызды, барымызды, махаббатымыз, сағынышын Аллаға арнайық. Өміріміз 180 градусқа өзгереді. Алдарыңызда ең соңында айтып жатыр, Артықбайқызы, Айнұр Артықбайқызы, міндетті түрде каналыма жазылып, лайк басып қойсаңыздар, ұмытпаңыздар.